Сәлем достар, сіздермен бірге Мықты кино каналы. Бүгін біз Вторжение фильммен танысамыз. Бұл фильмде адамдар вирусқа тап болып, зомбиге айнала бастайды. Ал адамдарға өз сезімдерін көрсетуге және ұйықтауға болмайды. Фильмді бастамас бұрын міндетті түрде каналға подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Фильм ғарыш кемесінің құлауынан басталады. Осы оқиға төңірегінде нағыз хайп басталып, шаттлдың қалдықтары толығымен қоршауға алынды. Кешке ЦРУ сарапшысы Кауфман келеді. Әскерилер оған ұшақ сынықтары инфекцияның ошағына айналғанын және бөтен инфекцияның қандай да бір түрімен жұқтыру аймағы шамамен 300 шақырым болуы мүмкін екенін айтады. Вирус ыстықта да, суыққа да төтеп бере алатын өте төзімді организм. Штаб-пәтерден шыққан кезде бір қыз Кауфманға жүгіріп келіп, «Мырза, мынау біздің төбемізге құлады» деп, қынаптың бір бөлігін береді. Ол автоматты түрде қолына алып, саусағын жарақаттап, бірден лақтырып жібереді. Үйге келген бойда оны иті күтіп алады. Бір нәрсені сезіп, өті кетіп қашып кетеді. Кауфман төсекке жатады, ал ұйқы кезінде ол бір пленкамен жабылады. Біз басты кейіпкерлерге көшеміз. Кэрол психолог болып жұмыс істейді. Бұрынғы күйеуі оны жұмыс уақытында шақырады. Түннен кейін қалыпқа келген сол баяғы Кауфман. Ол Оливерді көргісі келетінін айтады. Бірақ Кэрол жоқ дейді. Сосын Кэрол Оливерді мектепке дейін шығарып салып, Бенмен бірге көлікке отырады. Бұл оның ғалым досы. Оны жақсы көретіні анық. Бен оған жаңалықтарды айтады. Олар бірдене жасырылып жатқанына сенімді. Кэролды жұмыс орнында ескі клиенті күтіп тұр. Ол қатты өзгерген күйеуі туралы айтады. Күйеуі мүлде күйеуім емес дейді. Келіншектің күйеуі оны бірдене ішуге мәжбүрлеп, оған үрген өз итін өлтірді дейді. Кэрол оған дәрі жазып береді және егер бұл қайталанса, қоңырау шалуын сұрайды. Кешке Кэрол мен дос қызы балаларды алып Хэллоуинға шығады. Құрбысының баласына ит жабысады. Бірақ бала оған қарамай итке төтеп беріп өлтіре жаздайды. Кэрол ол баламен бір нәрсе дұрыс емес екенін байқайды. Бірақ анасы алаңдауға негізі жоқ екеніне сенімді. Оливер айқайлап, одан жағымсыз нәрсені алып тастауын сұрайды. Кэрол терінің бұл біртүрлі бөлігін алып тастап, оны зерттеу үшін Бенге әкеледі. Олар басқа елдерде ұқсас заңдылықтар табылғанын зерттеп түсінеді. Сол уақытта шенеуніктер, президент әкімшілігі және әртүрлі сарапшылар, соның ішінде Кэролдың бұрынғы күйеуі Кауфман, жаңа вирустың таралуын тежеу мәселесі шешіліп жатқан жиналысқа қатысуда. Даяшылар оларға қандай да бір сұйықтыққа қысып кофе береді. Ал Кауфман жаңа вируспен күресудің ең жақсы жолы вакцинация дейді. Бұған жауап ретінде төраға вакцинацияға үлгермейміз дейді. Кэрол көшеде ер адамдардың қалай ауырып қалғанын көреді. Дәл сол клиенттің күйеуі оны залда күтіп отыр. Ол өзін біртүрлі ұстайды. Әйелін күтемін дейді. Бірақ әйелінің бұл күні кездесуі болмайды. Кэрол клиентке қоңырау шалып, офисқа келе жатқанын көреді. Ол қобалжып, онымен сөйлесу керек дейді. Кэрол оған күйеуінің қабылдау бөлмесінде екенін айтады. Клиент көтін қысып, офисқа келу ойын күрт өзгертеді. Кэрол ұлын әкесіне апарады. Бірақ бір әйел жолға жүгіріп шығып, көмек сұрайды. Ол әйел зомбилардың арамызда жүргенін айтып, адамдарға ескерту керек деп айқайлайды. Бірақ оны көлік қағып кетеді. Ол көлікті бір түрлі адам айдайды. Келген полицияда бір түрлі. Әкесі Оливерді өзіне алып кетеді. Клэр Бенмен кешкі асқа барады және оған не болғанын айтады. Оливер көрші баламен ойнап жатып, әкесіне бірдеңе болғанын айтады. Екінші бала да солай жауап береді. Оливердің әкесі баласы тез ауырсын деп ыстық шоколад береді. Кешкісін Кэрол ашуланшақ ресейлік дипломат Юрийді кездестіреді және олар адам өркениеттің барлық жетістіктеріне қарамастан өз жанының тереңінде жануар болып қала беретіні және өмірдегі ең қорқынышты істерге қабілетті екендігі туралы қызық диалог бастайды. Кешкі астан кейін Кэрол мен Бен үйге қарай жолға шығады. Оның үйінің алдында Бен сүйеді, бірақ Кэрол олардың дос болып қалуын сұрайды. Содан соң Кэролға бейтаныс адам келеді. Ол өзін халық санағының қызметкерімін деп таныстырып, бір-екі сұрақ қойғысы келеді. Кэрол бірдеңе дұрыс емес екенін түсінеді, өйткені далада уже давно қараңғы. Біраз уақыттан кейін ол ессіз көзқараспен есікті бұза бастайды, бірақ одан ештеңе шықпайды және ол сабырлы түрде кетіп қалады. Кейін Бенге қоңырау шалып, ол қонуға келеді. Таңертең Бен Кэролға құймақ жасап, қуантуға тырысады. Көшеде жұқтырған адамдардың саны көбейеді. Олар барлығын түсінеді және адамдар вирустың кесірінен есінен танып жатыр деп ойлайды. Хатшы қыз вирус жұқтыру үшін шай әкеледі, бірақ үлгермейді. Бен Кэролға телефон соғып, досы зертханада не тапқанын түсіндіреді. Олардың айтуынша вирустың ұйқыдан кейін әсер етеді. Адам жұқтырса да ұйықтағаннан кейін ғана зомбиге айналады. Форт Дидрихтің зертханасындағы әріптестері бұл ДНК арқылы адам ағзасына кіретін және адам геномын бір түнде қайта қалыптастыратын, өлшемі бірнеше жасушалардан тұратын интеллектуалды тамаша бірлік деп болжаған.
В общем айтқанда, бұл мықты вирус. Осы кезде Людмила Чехия елшілігінің телефон соғып, Юриймен бір сұмдық болып жатқанын айтады. Олар сол жаққа көлікпен барады және Юрийдің ұйықтап жатқанын және пленкамен жабылғанын көреді. Тез үлгеріп, барлығын камераға түсіруді шешеді. Кэрол камераның жарығымен Юрийді суретке түсіріп, оны оятып жібереді. Юрий оған жынданып шабуыл жасайды, сосын жібереді. Оның зомбиге айналу процесі аяқталмағандықтан қырсудан өледі. Кэрол ұлы үшін үрейленіп бұрынғы күйеуіне барады және оның күйеуінің солардың бірі екенін түсінеді. Күйеуі мен оның зомби достары Кэролға вирусты әдейі жұқтыртады. Үйде ұлы жоқ еді, енді ұйықтай алмайтынын түсініп кетіп қалады. Көшеде қазірдің өзінде тым көп зомби бар. Ол көлікті тастап қашуға тырысады, бірақ бүкіл қала жұқтырғандарға толы. Бала оны алып кету үшін оған хабарламалар жібереді. Метрода эмоцияларды көрсетудің қажеті жоқ екенін білетін адамдар отыр, бірақ бұл оларды құтқармайды және тек Кэрол қашып кетеді. Кэрол олардың біреуін өлтіреді. Көшеде ауру жұқтырмағандар ұсталып жатыр. Ол эмоцияны көрсетпеуге тырысады. Үйде ұлын таппай Бенге келеді. Олар кеңескеннен кейін Вашингтон 200 шақырым жердегі Форт Дитрихке баруды шешеді. Онда оларға кіруге уәде берді. Бірақ Кэрол Оливерсіз ешқайда бармаймын дейді. Ол Бен мен баласын іздеуге барады. Көшеде олар полиция ұстап алған клиентті кездестіреді. Клиент келіншек ұйықтап тұрдым деп айқайлайды, бірақ вирус оянбады дейді. Бұған қызыққан олар Кэролдың офисына барып, Вендидің әңгімесінен оның ауруының асқынуы болған энцефалитпен ауырғанын біледі және мидың ақ затына әсер ететін қарапайым емес, бірақ өткір энцефалит. Кэрол ұлының да былтыр дәл осы аурумен ауырғанын есіне алады. Екпе алды, бірақ бұл аурудың жаңа түрі. Ауруханада оған дәл осындай диагноз қойылды. Олар жұқпалы ауруға қарсы вакцина дайындап, сынақтан өтіп жатқан Форт Дитрихке өздерінің ашқан жаңалықтары туралы хабарлайды. Содан кейін оның камерасына хабарлама келеді. Онда Оливер Балтиморда Кауфманның анасымен бірге екенін хабарлайды. Бен оған әскери қоршаудан өтуге көмектеседі және Вашингтонда қалады. Ал Кэрол пойызбен Балтиморға келеді. Ол жерде Оливердің әлгі зомби досын көреді. Ол бала анасының өзгере алмай қайтыс болғанын айтады. Зомби Кэролға ұйықтауды ұсынады. Ол келісіп әжетханадағы пленкаларды денесіне жабыстырып алады. Ал кішкентай зомби мал болып алданып қалады. Кэрол вокзалда өзінің бұрынғы күйеуін кездестіреді. Сөйтіп олар анасына барады. Кэрол ұлының бөлмесіне кіреді. Олар бір-біріне ұзақ қарап, олардың арасында зомби бар жоғын түсінуге тырысады. Бәрі чики-пуки екенін түсінген олар құшақтасады. Сол кезде бөлмеге пойыздағы манағы Щегол кіреді. Екеуінің де өзгермегенін көреді. Кэрол Щеголды итеріп жіберіп, ол есінен танып қалады. Олар үйден қашып подвалға тығылады. Кауфман оларды тауып алады. Жанжалда Кэрол оны балғамен өлтіріп тастайды. Сосын олар дәріханаға жүгіреді. Ол адреналинді тауып, ұлына қалай қолдану керектігін көрсетеді. Артқы бөлмедегі Кэрол ұйықтап жатқан зомбиді анықтайды. Ол полицейдің қолынан мылтық алып құлыптайды. Олар Бенді күтіп жатқанда Кэрол ұйықтап қалады және өзгере бастайды. Бірақ Оливер оның жүрегіне адреналин инъекциясын жасайды. Осылайша оны оятып, трансформацияны тоқтатады. Бен келеді және Кэрол оның өзгергенін қорқынышпен түсінеді. Бен артқы бөлмені ашып, зомбиді босатады. Кэрол барлығын өлтіреді, ал Беннің аяғын жарақаттайды. Осыдан кейін нағыз погоня басталады. Оларды тікұшақпен келген доктор Галияның көмегімен құтқарады. Фильмнің соңында тікұшақпен вакцина шашу арқылы тұрғындарды су және азық-түлік арқылы вакцинациялау процесі көрсетіледі. Доктор Галиян сұхбат береді. Онда ол вирустың аяқталғанын және жазылғандар ештеңе есіне түсірмейді және олармен болған оқиғаны түс ретінде қабылдайды. Осымен фильм аяқталады. Достар, фильм ұнаса міндетті түрде подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін бұл қиын емес, ал маған мықты киноларды шығаруға үлкен мотивация. Келесте қандай киноны шыққанын қалайсыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер.